Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге жүктілік кезіндегі тамақтану туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Әлемдегі ең сұлу әйел жүкті әйел деген ұғым бар. Әлбетте, шын мәнінде бала күтіп жүрген жүкті келіншектердің бет-жүзі нұрланып, әдемілене түсетініміз бәрімізге аян. Алла тағаланың әйел қауымына берген осы бір керемет нығметі өмірге бала әкелу бақыты ештемемен алмастыруға келмейтін үлкен сый. Отбасын құрып, бір мүддеге жұмылған қос жастың бала сүю бақытына тезірек кенелгісі келетіні айдан анық. Бала құрсаққа біткеннен кейін бастап жүрегіңізді астында соға бастаған тағы бір жүрекке деген жауапкершілік арта түседі. Ең басты жауапкершіліктің бірі дұрыс тамақтану. Болашақ ананың басты мәзірі тамақтың сан алуандығында. Нәрестеге күтіп жүрген аналар ет, балық, көкөніс пен жеміс-жидек, сондай-ақ сүт тағамдарынан және жарба өнімдерін белсенді тұтынғаны жөн. Медицина тілімен айтқанда жүкті әйелдің тамақтану кестесін 3 кезеңге бөлуге болады. Жүктіліктің алғашқы кезеңінде іштегі шарананың барлық ағзалары, оның жүйелері, талшықтары қалыптасады. Болашақ ананың ағзасына толыққанды ақуыздар мен дәрумендер керек. Мысалы, майы аз ет, тауық, балық өнімдері, сүт өнімдері жүктілік кезінде күріш жеу міндетті. Маусымдық жеміс-жидектер болмаса, мұздатылған түрде жесеңіз де дәрумендері сақталады. Жүктіліктің бірінші кезеңінде көпшілік болашақ аналар жұмыс кестесінің ыңғайына қарай уақытылы тамақтануға көп көңіл бөле алмауы мүмкін. Қандай жағдай болмасын, дұрыс тамақтануға уақыт тауып, толыққанды дәруменге бай азық-түлік тұтынуға тырысыңыз. Бұл өзіңіз ішінде де іштегі бала үшінде өте маңызды, әсіресе таңғы астың атқарар рөлі басым. Жүктіліктің бірінші триместрінде ағза өзгеше күйге, жаңа күйге бейімделе бастайды. Дәл осы кезеңде ақ халатты мамандар мүмкіндігінше калориясы аз диетаға көшуге кеңес береді. Жеміс-жидек, сығылған шырын, кептірілген жеміс-жидектің қайнатылған сусын сияқты компот көбірек ішу керек. Токсикозбен күресу үшін сұйықтықты көбірек ішіп, мүмкіндігінше аз-аздан жиі тамақтанған абзал. Әр кез қалтаңызда гематоген мен қалташа толы жаңғақ немесе кептірілген жемістер жүретін болсын. Бұл жүрек жалғауға таптырмайтын тағамдар әрі дәруменге бай. Егер ағзаңыз кейбір қалыпты тағамдарды қабылдай алмаса, балаларға арналған тағамдарды көп жеп көріңіз. Көп жағдайда балалардың тағамы токсикоздан құтылуға көмектеседі. Алғашқы триместрде азық-түліктің сапасына қатты көңіл бөліңіз. Біртіндеп соус құрамында химикаты бар жартылай фабрикат өнімдерден бас тартыңыз. Мүмкіндігінше фолий қышқылына бай тағамдарды тұтынуға әрекет жасаңыз. Фолий қышқылы зат алмасуды жақсы реттейді. Оның жетіспеушілігі баланың дұрыс дамуына кедергі келтіретінін естен шығармаңыз. Әдетте фолий қышқылы аскөк, ақжелкен, жаңғақ, орамжапырақ, брокколи, бұршақ өнімдері мен жұмыртқада бар. Жүктіліктің екінші кезеңінде іштегі баланың бойы мен салмағы белсенді түрде өсе бастайды. Мүмкіндігінше жиі тамақ ішкен дұрыс. Соның ішінде темір, магний, цинк, селен, кальций, калийге бай тағамдарды тұтыну керек. Іштегі бала аналық ресурстарды пайдалана отырып, микроэлементтердің қорын қалыптастырады. Бұл дегеніміз анасы тарапынан екеуіне де жеткілікті дәрумен тұтыну керектігін аңғартады. Көп жағдайда жүкті әйелдердің екінші кезеңінде гемоглобиндері түсіп кетеді. Бұл қалыпты жағдай десе де қалыпты екен деп босаңсудан аулақ болыңыз. Гемоглобинді ет, тауық еті мен балық өнімдерін, сондай-ақ көкөніс пен балғын аскөк, цитрус жемістерін тұтыну арқылы көбейтуге болады. Рационға кептірілген шұжық, қуырылған тағамдарды, әрі тұзы ащы тағамдарда бас тартқан жөн. Ешқашан тұтынатын судың көлемін азайтпаңыз. Таза су жүкті әйел үшін аса қажет өнім.
Күніне 2,5 литр су ішкен абзал. Жүктіліктің үшінші кезеңінде тағамның калориясын ұлғайтыңыз. Ет, балық өнімдерін мүмкіндігінше таңертеңнен түске дейін тұтынуға тырысыңыз. Ең дұрысы түскі аста, ал кешкі асқа сүзбелі қаймақ, бұқтырылған көкөніс, электропешке пісірілген сүзбелі көкөніс тұтынуға әдеттіңіз. Таза ауаға көбірек серуендеп физикалық белсенділікті арттырыңыз. Мүмкіндігінше тағамның бәрін бірден тұтынбауға тырысыңыз. Мәселен, сорпа, екінші ыстық тағам, оны қосымша десертке арналған тәттіні бірден тұтынбаңыз. Бұл асқазанды толтырып, балаға жайсыздық туғызуы мүмкін. Жүкті әйел мен іштегі шаранаға не зиян болуы мүмкін? Бірінші кезектен шылым, алкоголь жүкті әйелдің қас жауы. Жүкті әйелдерге кеңес: хот-дог жемеу, жұмсақ сырдан бас тарту, қатты ірімшіктің зияны жоқ. Шикідей мұздатылған паштет немесе ет пасталарын, сондай-ақ теңіз өнімдерін жемеген дұрыс. Шикі, көкөніс, пастерленбеген шырын сияқты құс өнімдері, піспеген жұмыртқа жеуге мүлдем болмайды. Тәттіні азайту, ашыға, түрлі диетаға әуестенуге болмайды. Сіздің өмір сүру дағдыңыз бен дұрыс тамақтануыңыз балаңыздың денсаулығының кепілі екенін естен шығармаңыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.